Тек стамбулдықтар білетін 1124 жылы салынған Византия шіркеуіне баратын боламыз. Бұл шіркеудің маңыздылығы Айя Софиядан кейінгі византиялық екінші ескерткіш болып табылады. 1124 жылы Византия ханшайымы Ирина Комнинаның қалауымен салынған бұл шіркеу монастырлық комплекстің ішінде кітапхана, психиатриялық аурухана, қарттар үйі және де шіркеу болатын. Бұл шіркеудің ескі атауы Христос Пантократордың есімімен аталған болатын. 1471 жылы Стамбулды, яғни ескі Константинопольді түріктер басып алған кезде бұл шіркеудің атауы өзгерді. Мешітке Молла Зерек есімінің берілу себебі сол уақытта медресе ақылгөйінің есіміне берілген. Қазіргі таңда бұл мешіт Стамбул қаласының ең ескі аудандарының бірі Фатих ауданында орналасқан. 20 ғасырда ЮНЕСКО-ның шешімімен бүкіл әлемдік жойылып кететін мұралардың қатарына кірген. 2009 жылы ЮНЕСКО шешімімен реставрациядан өткен, 2019 жылы қайтадан ашылды. Көріп тұрғандарыңыздай мешіттің жанында керемет осындай жаздық террасасы бар. Келіп, достарыңызбен әңгіме айтып отырсаңыздар болады. Осындай керемет Стамбулдың көрінісін көретін боласыздар. Қараңыздар, қандай әдемі көрініс. Барлық Стамбул алақандағыңыздай көрінеді. Көріністі осындай үлкен телескоппен қарасаңыздар болады. Және де жаздық террасаның жанында осындай ескі кафесі бар. Бұл жерде айта кететін, кафеде шайдың құны 10 лира, яғни 180 теңге. Турист болсаңыз немесе Стамбулдың өзінде тұратын болсаңыз, міндетті түрде осы мешітке келіңіздер.